Арнамызға енді қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Ал біздің студияда қонағымыз бар. Таныстырып өтейін. Ғазия Жұбанова атындағы облыстық филармонияның әншісі Бөрібасова Гүлхан. Сәлем, Гүлхан. Сәлем. Қалайсың? Көңіл күй қалай? Өте керемет. Ұйқы қанды ма? Енді 100% қанды деп айта алмаймын. Енді өнер адам болғасын, бірден біз сенің шығармашылығынан бастайық. Жалпы қандай жаңалықтар бар деген сияқты. Енді шығармашылығыма тоқтап кететін болсам, әзірге ешқандай жаңалық жоқ. Енді жақында ғана экспоға дайындалып, Астанаға экспоға 5 күнге барып келді филармония ұжымымызбен. Өте керемет болды. Оған дейін сол экспоға қызу дайындық үстінде болдық. Жаңа әндер жазып, әндер шығарып дегендей. Енді алда жоспарлар өте көп. Оған енді жұмыс жасап бастап жатырмыз. Енді экспоға барып келдіңіздер, шынымен де экспо деген тақырып бізге өте қызықты. Сол жақтағы бір процесстер туралы, қызықтар туралы бөлісіп кетсеңіз бізбен. Енді біз экспода ең басты мақсатымыз, жаңағы үлкен басты концертіміз эксподағы құрылған амфитеатрда өнер көрсеттік. Филармония ұжымы осы Ақтөбеде Тахауи Ахтанов атындағы театрымыз, Алақай театрымыздың қатысуымен үлкен кеш болды, керемет өзіміздің облыс әкіміміздің қатысуымен. Енді экспоның өзіне келетін болсақ, өте әдемі бәрі жасалған, заманауи, шардың ішіне кірдік. Ол шардың ішіне кіргендегі әсері өте ерекше, өте әдемі. Оны енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, оны әркім барып өз көзімен көру керек деп ойлаймын. Гүлхан, бір жыл бұрын туған жерінде сен жеке шығармашылық кешін бергенін білеміз. Енді қалада қашан болады дегенде жеке шығармашылық кеш? Енді жалпы қалада жеке шығармашылық кеш беру үшін өте үлкен дайындық керек. Енді мен өзімнің туған жеріме, туған еліме, өзімнің тұсаукесер тырнақалды кешімді бердім. Өте керемет болды. Өзімнің ауылымдағы үлкен апайларым, ата әжелерім қолпаштап, қолдап келіп, баталарын берді. Негізгі менің мақсатым сол кісілердің алғашқы қадамым болғаннан кейін сол кісілердің батасын алу еді. Енді қаладағы концерт жоспарда бар, жайлап репертуар жағын қарастырып дайындалып жатырмыз. Енді болашақта ол да бір жаңалық болып қалар деген ойдамын. Көп ұзамай. Шынымен де тек қана енді алдағы жоспарларыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Жақсы бір керемет кеш күтеміз сізден. Енді алдағы уақытта біздің негізгі тақырыбымыз бүгінгі балық шаққа саяхат деп жатырмыз. Өзіңіздің бір балалық шақтағы бір қызықтарыңыздан болса бөлісе кетсеңіз көрермендерімізбен. Сіздердің таңдап отқан бүгінгі тақырыптарыңыз өте керемет тақырып. Балалық шақ жайында күнде айтпаймыз ғой. Сіздерге сондықтан көп рахмет. Ең бірінші ата-анама рахмет айтам. Сондай керемет балалық шақ сыйлағанына, осы кезде дәл осылай отырғанымда сол ата-анамның арқасы деп білем. Енді қандай қызық десем болады? Енді балалық шақта неше түрлі қызықтар болады ғой. Енді ата-анамның айтуына қарасақ, мен сондай бір ақылды, тентек, өте ерке қыз болып өскенмін. Папамның қызы болып. Ешқашан бір сөзімді екетпей дегенімді жасап, сол еркелетіп өсірген мені. Жаңағы айтып атады, сен кішкентай кезінде өте ұрысқақ болдың деп. Тілім бал болса, бала тілі бал дейді ғой, тілім тәтті болса керек. Көрші айнала жаңағы апа ағаларымыз бар, тілімнің тәттілігін қызықтап, мені сөйлетіп, сөзге тартып, менің жаңағы ұрсысып шығатынымды білетті, мені сөзге тартып, не істейді екен, сөйлетеді екен. Сол кездерді осы күнге дейін айтады, сол сен кішкентай кезінде қатты ұрысқақ болдың ғой деп, соны күліп еске алып отырамыз. Сонымен қатар папамды өте жақсы көргем, өте папамды қызғанатын болғам. Сол бір жағынан папамды айтып, маған көрші апаларымыз айтады екен, кезінде сен папаңды қатты қызғанатын едің ғой, ұрыс шығатын едің, папаңа бір шаң тигізбей, тіл тигізбей деп. Сондай қызықтар болған. Жиі еске алып тұрмыз. Иә, жиі осы күндері еске алып отырады. Сен сондай қыз болып едің деп. Жалпы Гүлхан, бойындағы өнер кімнен дарыды? Ата-анадан ба? Енді қашанда ата-анам арқылы дүниеге келіп отқаннан кейін ата-ана арқылы дамиды ғой. Жалпы көбіне өзімнің нағашы жұрт жағымнан дамыған. Енді анамның бойындағы қаны арқылы, сүті арқылы
жалпы көбіне нағашы жағым өте өнерге өте жақын. Ол кісілер мысалы кәсіби тұрғыда өнерде білімі болмаса да сондай туа біткен таланттар, ақын. Қазір мен үлкен әжем бар, нағашы. Осы жасы 76-ға келсе де осы күнге дейін тойлардың гүлі десе де болады. Таңдайынан бал тамған әнші. Нағашыларым баян, гитара, домбыра деген аспаптардың құлағында ойнайды осы күнге дейін. Самоучка деп атамыз ғой. Сол кісілерден дарыған. Солайда көрермендерімізге өнеріңді көрсетсең, бір қонақ кәде сұрасақ қалай қарайсың? Енді тақырып балалық шаққа саяхат болғаннан кейін, балалық шағымда айтқан бір әннен орындап берейін. Нұрғиса Тілендиевтің әні «Құттықтаймын мама туған күніңмен». Қазір бастап көрейік. Бірге қосылып айтайық. Нұрын төккен маған шуағымсың сен, айналайын мама қуанышыңмен, шаттандырған мені жұбанышым сен, құттықтаймын сені туған күніңмен. Ла 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 деп. Таңертең ұйқымды аша алмай отқанда ән айтқан қызық екен. Рахмет, көңіл күй сыйлағанда. Шынымен балалық шақтағы бір қызықты әндердің бірі. Бізде бір саяхат жасап қайттық. Осы кез айта кететінсі, 5 жасымда ең алғаш 25 бүлдіршіннің арасында әнші балапан деген байқау өткен, 25 бүлдіршін қатысып. Сол кезінде мен 5 жастамын. Осы әнді айтып, бас жүлде алғаным бар. Айта кететін сәт. Керемет. Енді өзің айта кеттің, жаңа талант бойыма нағашы жұрттан дарыды деп. Шынымен де адам бойына Алла берген қасиет шынымен де болады. Негізінде мысалы мен дауысым жоқ деп алсам, оны оқу арқылы белгілі бір бағдарлама арқылы дамытуға бола ма екен? Жалпы енді қазір продюсерлердің айтуына қарағанда 1% талант, 99% еңбек деп атады ғой. Бірақ мен ол нәрсеге көп келісім кіремеймін. Жалпы 100% бойында таланты бар адамнан одан да мықты, керемет әнші болсын, актер болсын, тағы да басқа талант шығады деген ойдамын. Енді Гүлхан, әншімен қатар сені де жүргізушілік қырынан байқап жүрміз. Болашақта жүргізушілікке бет бұрып, біздің әріптесіміз болып жатпайсың ба деген сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы қалай ұсыныстар жетісіп тұра ма? Осы филармонияға әнші болып жұмысқа ең алғаш келген кезімде де жүргізушілікке қалай қарайсың деген басшылардың тарапынан ұсыныс болды. Мен жалпы ондай өз-өзіме эксперимент жасаудан қашпайтын адаммын, сондықтан ол да менің сферама алыс емес қой жүргізушілік. Сондықтан мен қарсы болған жоқпын. Қазіргі кезде де концерт, енді үлкен концерттер жүргізіп жатырмын демегенмен, шағын концерттерді жүргізіп келем. Жаман емес, жақсы. Өзіне ұнайды. Өзіме ұнайды. Шынымен де талантты адам, дарынды адам барлық салада да меңгере алады деген ойдам. Негізі шынымен де солай. Тек қана жаңа бастамаларыңызға сәттілік тілейміз біз. Рахмет. Енді бұйырса осы алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар, өзіңіздің бір жұмыста болсын, мүмкін отбасылық жоспарларыңыз бар шығар, мүмкін бір жұмыстағы. Енді бейне баян дегенде. Жалпы енді өнер адамы болғаннан кейін, әрбір өнер адамы армандайды ғой, өзімнің жеке авторлық әндерім көп болса, бейне баяным болса деп. Енді сол қадамға келатырмыз жайлап. Әндерді қарастырып, жақсы хит болатын әндер жазсақ деген. Бірінші әндер неге келсін, келгеннен кейін бейне баянды ойластыра жатамыз дегендей. Ал енді отбасылық жоспар дейсіз, оған енді әзірге ондай жоспарым жоқ. Өнерде болғаннан кейін кішкене уақытта жеке өмірге азырақ дегендей. Бір жағынан әлі өзімнің отбасы құратындай адамды жолықтырған жоқпын деп айтсам болады. Осы орайда мен сұрақ қойғым келіп, не себепті бөліссең? Енді ол менің қолымда емес шығар деп ойлаймын. Енді әркімнің өзінің жүрек қалауы, жан қалауы деген болады ғой.
сосын бір жағынан өнерде жүргеннен кейін өзіңді түсінетін адам болса деп ойлайсың. Енді бір кездер болды, сол екінші жарым енді болашақ өнерден болса ма деп ойлайтын кездер болды. Онымен ол міндетті түрде емес екен өнерден болуы. Жалпы сені қолдап, өнерде қалуыңды қолдап, қасыңда жүретін, сені түсінетін адам болса. Қандай ер азаматтар ұнайды? Енді ер азамат дегенде бір ер азаматтың бойында жақсы қасиеттері бар, ер азамат деп айтуға тұрарлық азамат болса деп ойлайсың ғой. Енді жақсы қасиеттермен. Енді мен үшін ер азамат деп, енді болашақ жарым ретінде өнер адам болғаннан кейін өзімді қолдайтын, түсінетін адам деп ойлаймын. Енді Гүлхан, бүгінгі бағдарламамызға келіп, осындай сүбелі сұхбат жүргізіп, көп жағымды эмоциямен, керемет әнімен шуағымызды, нұрынды шашып кеткенде көп алғысымызды білдіреміз. Тек қана алдағы жоспарларына оңға бассын дейміз, жоспарларына әндерің көп болсын. Шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Ал енді құрметті көрермен, біз бүгінгі санымыз одан әрі жалғасады, тек қана кішігірім үзілістен кейін.